Ассалаумағалейкум жекпе-жек сүйер қауым, сіздермен бірге Генри Сихуда немесе Triple C. Бүгінгі видеомызда біз өткізген жекпе-жектердің барлығын уақытынан бұрын ерте аяқтаған әлемдегі жалғыз адам Шавкат Рахмонов туралы сөз қозғаймыз. Рахмоновтың жекпе-жегін өз көзіммен көрдім. Чимаев секілді доминантты жауынгер ме? Чимаевке қарсы тұра ала ма? Және де тағы да басқа заттар жайлы бүгінгі видеомызда талдайтын боламыз. Ал осы видео басталмас бұрын міндетті түрде видеоға лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар Шавкат Стивен Томпсонға қарсы жекпе-жегінде жеңіске жете ала ма? Өз ойларыңызды комментарийге жазып кетсеңіздер болады. Ал біз бастаймыз. Так, біз артынан басына жүрейік. Мысалға өзінің соңғы жекпе-жегін Джефф Нилге қарсы өткізді. Сол кезде жасы 28-де болған. Жартылай орта салмақта өнер көрсететініне қарамастан, оның бойы тым ұзын. Бірақ сендер мынаған қараңдар, оның қолдарының ұзындығы 77 дюймді құрайды. Бұл өте ұзын. Көріп тұрғанымыздай, Шавкат дайын, жекпе-жек өткізуге дайын. Алғашқы раундтан бастап, алғашқы секундтан бастап, бум еткізіп, соққы тигізуге дайын. Мына жерде мысалға Джефф Нил ашылып қалған кезде соққыларды жаңбырдай жаудыра бастады. Мысалға мынаған көңіл аударыңыздар. Мынаның не істегенін көңіл аударыңыздар. Бұл кезде бұл шықпай қалды, бірақ бұл өте жақсы задомкілердің бірі болды. Себебі Шавкат сол жақ аяғын ұстап, оң қолымен басын ұстап, оңға немесе солға тартып тейкдаун жасағысы келді. Бұл кезде шынымен де оңға немесе солға алып кету керек еді. Мысалы қапталға соның арқасында тейкдаун жүретін еді. Бірақ Джефф Нил өзіне келіп, бұл жерде оған қарсы тұра алды. Міне клинчтен кейін ол ара қашықтықты бұзып, толығымен жақсы және ауыр соққыларды дәл тигізіп келе жатыр. Мысалға іштен апперкот, ары қарай грязный бокс деп аталады. Клинчтен ұстап тұрып, соққыларды жаудыра бастайды. Мысалға хук, апперкот, шынтақтар, тізелер барлығы өте ауыр тиіп жатыр. Және бұл көптеген рөлді ойнады. Осы жекпе-жекте өте көп рөл ойнайды. Мен жауынгерлерді мақтағанды эпитет берген жақсы көрмеймін, бірақ бұл жерде Шавкат Рахмоновтың жағы туралы айтып кетуіміз керек. Ол чугунный, яғни подбородка чугуннан жасалған секілді, себебі соққыларға бәрібір тигізіп жатырған жоқ. Оған қарымта шабуыл ретінде Шавкат әрдайым мысалға берсерк секілді төбелесуге әрдайым дайын жауынгерлердің бірі. Жалғыз өзі деп айтсам болады. Мысалға міне сол жақ қолына қараңдар, ойнап тұрып, оң жақ соққысын дәл тигізіп отыр. Көріп тұрыңыз ба, алдың қолмен ойнап тұрды да, артына қолғысымен дәл тигізді. Ойнап тұрып, корпусын дәл тигізді. Осы хайкик өте әдемі кетті. Өте әдемі тиді. Мына жерде оның қорғанысы жайлы біраз сұрақ бар. Мысалы, ол шабуыл жасаған кезде ортаңғы линиядан басын алу керек. Әрдайым ортаңғы линиядан солға немесе оңға, себебі тікелей тұрсаң, саған әрдайым қарымта шабуыл ретінде соққылар тиіп тұрады. Міне осы жерде Шавкат өте жақсы жұмыс жасады. Өзінің ары қарай дистанциядан шығып, өзінің ара қашықтығына шығып, өзіне, яғни удобный дистанцияға шығып алды да, ары қарай соққылар кетті. Шынтақ, тізе, хук, апперкот барлығын жаудырып жатыр. Міне жаңа ғана менің айтқан жерім, мысалға ортаңғы линиядан басын сол жаққа алып кетті де, сол арқылы оң жақ қолмен тікелей кросс тигізді. Сонымен қатар сол жақ аяғын оның алдына шығарып, оған қарсы соққы, яғни қарымта шабуыл ретінде дәл соққы тигізді. Егер Рахмонов әрдайым осындай техниканы, осындай заттарды қолданып жүрсе, сөзсіз Рахмонов чемпион болады. Міне өзінің таңдауы өзі біледі, қандай төбелескісі келеді. Егер шаршап қалса, дистанцияны ұстайды да, ара қашықтықтан өзі кез келген соққыларды аяқпен тепкілеп, қиналмай соққы жасай береді. Бұл жерде ол өзіне ара қашықтықты сақтап алды да, яғни жақын ара қашықтықтан бүкіл соққыларды жаңбырдай жаудыра бастады. Әсіресе шынтақпен жасаған соққылар өте ауыр тиіп жатыр. Және де ары қарай қылғындырып, саммишнге шығып, кезекті жеңісіне қол жеткізді. 17-0, 17 жекпе-жегінің барлығында жеңіске жетті. Жігіттер, міне мынау маркетинг деп аталады. Бұл тымақ Хабибтің папағасына өте ұқсас. Сіз оның атын білмеуіңіз мүмкін, бірақ оның басындағы киімін, кешірім сұраймын, тымағын бірден есіңізге түсіріп, ол Шавкат қой деп айтуыңызға болады.
Тағы да бір жекпе-жегі, бұл ол Карлстон Харриске қарсы жекпе-жек өткізді. Көріп тұрғанымыздай Карлстон Харрис 34 жаста, Шавкат үлкендеу, екеуінің бойы бірдей. Және де бұл өте жақсы жекпе-жек болуы мүмкін. Көріп тұрғанымыздай сол жақ қолымен, алдыңғы қолымен өтірік алдап, дәл хай-кикті корпусқа тигізіп отыр. 20 секунд өтіп, бірден ары қарай айналып тұрып соққы тигізіп отыр. Бірден қарсыласына секіріп, оны тезірек жеңісі келіп тұрғандай, тезірек оны ұтып, жеңіске жеткісі келіп тұрған сияқты, бірақ алайда түсініп тұрғанымыздай бұл оның техникасы, бұл оның дәл тактикасы деп айтсам болады. Міне осы жолы осы айналып тепкен соққысы дәл тиді, себебі Карлстон Харристің ойынша бұл соққы корпусқа тиюі мүмкін еді. Алайда Шавкаттың дәл соққысы айналып келіп басына тигізіп, бұл жерде нокдаунға кетті, және де ары қарай Шавкат қиналмай жоғарыдан граунд энд паундқа қосылып жеңіске жетті. Бұл тактикалық, техникалық IQ деп атасам болады, яғни интеллект. Мынау соққы дәл кетті, және де оның аяқтарына қараң, аяқтары қалай орналасқан, яғни өзіне керек дистанцияны ұстап алды да, өзіне керек жаттар аяқтарын созып, аяқтарын дәл қойып алды да, ары қарай соққыларды жаңбырдай жаудырып жеңіске жетті. Міне тағы да бір жекпе-жегі, өте үлкен жартылай орта салмақтың жауынгері Нил Магни. Нил Магни 1 дюймға ғана Джон Джонстан кішкентай. Магни өте үлкен, және де оған қарсы Шавкат өте жақсы төбелесті, және де бұл туралы біз қазір сөйлесіп кетейік. Жекпе-жек басталысымен көріп тұрғанымыздай Нил Магнидің жасаған соққысын Шавкат Рахмонов қиналмай ұстап алып, ары қарай уже астыға перевод жасады, яғни төменгі сатынан ары қарай өзіне ыңғайлы граунд энд паундқа көшті. Өте әдемі, өте жақсы. Рахмонов қорықпайды. Рахмонов партерға кіріп, грэплингке кіруге қорықпайды. Ол арттан, алдыдан, оған бәрі бір қиналмай кіре береді. Және мына жерде көңіл аударыңдар, оның сол жақ аяғы қалай кетіп баратқаны, мысалға аяқпен жұмыс жасап, өзіне керек маунтқа қалай шыққанына көңіл аударыңдар. Бұны да Хамзат Чимаев жасамайды. Бұны Хамзат Чимаев жасай алмайды. Міне мына жерде мысалы Нил Магнидің істегенін мен түсінбедім. Бұл өте ауыр қателіктердің бірі. Мысалға міне өзінің жасағаны, мысалға неге бір жалғыз өзі аяғыңды тастадың? Саған қарсы өте жақсы грэплингі жоғары Шавкат Рахмонов қиналмай артта сені тейкдаун жасады. Сен бұл жерде сен оған көмектестің. Мына жерде, осы жерде, мына техникаға, осы тактикаға көңіл аударыңдар. Міне осы жерде, мысалға дәл жақсы жасаған. Мына жерде не істеген білмеймін, бірақ өте жақсы. Мүмкін бұл жерде шынтақ тигізу мүмкін еді. Бірақ міне басын алып кетті. Осы міне басын алып кеткені өте әдемі болды. Бұл жерде түсініп тұрғанымыздай, бұл жерде мысалы геймплан болған секілді, немесе де қандай да бір тактика құрылған. Дәл осы жерге. Мысалға міне басын түсіріп, шынтақпен ұрғандай қылып көрсеткісі келді де, және де Нил Магни түсініп қазір мысалға соққы болады деп басын енді көтеріп жатырған кезде Шавкат Рахмоновтың тұзағына түсіп қалды да, ары қарай таза гильотина кетті. Тап-таза гильотина, қараңыздар. Міне өте әдемі гильотина кетті де. Және бұл жерде өте жақсы қылғындыру әдісі, сабмишн, білмеймін, өздеріңіз біліңдер қалай айтсаңдар да. Міне осы жерде ол өзінің тұзағына әдемі ұстап алды. Өте әдемі ұстап алды. Бұл тактика. Бұл керемет тактика. Бұл жауынгерде өте геймпланда көп деген тактикалар бар. Өте көп. Және де ол керемет жауынгер екеніне менің күмәнім жоқ. Ал енді біз өзіміздің жалпылай қорытындылау көшейік, бүкіл жасағаны жайлы сөз қозғап кетейік. Так, техника, тактика және де шегі, яғни потенциал, перспектива, өздеріңіз біліңіздер. Мен жауынгер туралы айтқанда, оны бірден көруме болады, оның перспективіне мықты екеніне, оның тактика жағына, техникасына, және де мен ең алдымен оның шегі, перспективасы жайлы сөз айтып кетейін. Мысалы Шавкат туралы айтқанда, оның шегі жоқ секілді. Оның төбелескендегі шегі жоқ. Оның қолына келетіні, соққылар жейтіні, соққыларға жауап бергені,
Бұның барлығы керемет. Ол зомби секілді тіке баса береді, қорықпайды, ештеңеден соққы өткізуден қорықпайды, ештеңеден қорықпай. Страшно, прям мықты жауынгерлердің бірі. Және мен оған мен айтарымды даже білмеймін, себебі 17-0, 17 жекпе-жектің барлығы уақытынан бұрын аяқталған. Ол 3 раунд түгіл 5, 10, 15, 20 раунд өткізуге дайын. Сондықтан мен оған 10 ұпай беремін. Осы шегі үшін мен оған 10 ұпайды бергім келіп отыр, себебі оның функционалкасы, оның чугунный подбородкасы бұл керемет. Ары қарай біз техника жайлы сөйлессек, мен өзім техника туралы айтқым келіп отыр. Оның техникасы өте керемет. Оның 100% досрочно жеңістеріне қарамастан менде біраз сұрақтар бар. Ең басты минустардың бірі техникадағы ол оның қорғанысы. Қорғанысы оның ең басты минусы деп айтсам болады, себебі сен жекпе-жек өткізгенде сен біраз соққыларды жиып қалуы мүмкін. Сол үшін тіке тұрмай, солға, оңға басыңды алып жүрсең, сен міндетті түрде чемпион боласың. Өкінішке орай мен оған 10 қоя алмаймын, 9 және 8 қоя алмаймын. Менің қоятын оценкам 7. Мен сен жамандап тұрған жоқпын, бұл менің айтқым келгені сен ары қарай дамуыңа болады. Сол үшін ғана 7. Ал енді тактикасына көшсек, геймпланы өте керемет, өте мықты жауынгер. Маған Шавкат Рахмоновтың ұнайтыны ол тактикасы. Ол корпусқа жұмсап келіп, алмастырып, этаждарды, сатыларды алмасып, басқа тигізеді, немесе де мысалға ара қашықтықты бұзып, өзіне ыңғайлыға шығып, ары қарай шынтақ, соққылар, ауырлау, тізе барлық етуі мүмкін. Бұл керемет, ол саған демалтпай, ары қарай сені жеуге дайын. Оның тактикасы керемет, алайда ары қарай ол дамуы мүмкін. Тактика ол сенің қалай жауынгерді сындыратының жайлы. Және ол керемет жасайды. Болған мен 10 қойыма болады, алайда мен тактикаға тек қана мен оны Колби Ковингтон, Гилберт Бернс, Хамзат Чимаев деген қарсыластарға қарсы жекпе-жегін көруім керек. Саған тактиканы көтеруің үшін, себебі сенің грэплингтен біраз қателіктер жасауың мүмкін секілді. Сол үшін мен түсінбей тұрмын саған қандай ұпай қоюым керек, себебі сен керемет жауынгер болмағандықтан ары қарай дамытылуың керек. Сол үшін мен 8 қоям. 8 бұл өте жоғары. Достар, мен өте критикаға жақын адамын, сондықтан мен біраз жауынгерлерді критиковать етемін. Мысалға мен Хамзат Чимаев қойсам мүмкін 20 балл қойып тастағанмын общий. Ал бұл кезде мен Шавкатқа 25 ұпай шығарып отырмын, себебі маған оның грэплингтегі қалай дамытылғаны өте қызық. Мен оның грэплингте қалай перевод жасайтыны, тейкдауннан қорғанатыны, сүйіп жасайтыны, бұның барлығы өте қызық. Сол үшін мен тек қана 25 балл қойып отырмын. Ал осымен біздің видео соңына дейін жетті. Егер де сізге осы видео ұнаса, міндетті түрде видеоға лайк басып, арнаға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар келесі видеода қай жауынгер туралы немесе де қандай тақырыпқа видео шығарайық, комментарийге жазып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Азамат Ардасыл және Генри Сихуды. Сау саламатта көріскенше, сау болыңыздар.